Тау, қаңбақ және бүркіт. Бір қаңбақты жел айдап үлкен таудың етегіне ұшырып әкеледі. Мұны биіктен көріп тұрған тау: «Ей, қаңбағым, қайдан жүрсің? Неге келдің?» деп сұрайды. Қаңбақ тұрып былай дейді: «Алты батпан ауырды көтерген алып едім, 7 қабат жер астынан шықтым. Алып деген атағыңды естіп алысу үшін әдейі іздеп келдім». Тау бұған жымыңдап күледі. Сол кезде құйын соғып қаңбақты детектеткен бойы аспанға көтереді. Аспаннан қайта жерге түсіріп, әрі-бері аунатады, ойға, қырға домалатады. Ақыры өлдім талдым дегенде бір шоқ тобылының басына іліп жайына кетеді. Қаны қашып қабағы түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт ұшып келеді де, ол: «Ей, қаңбағым, бұл не жатыс?» дейді. Қаңбақ: «Алты батпан ауырды арқалаған едім, 7 қабат жер астынан шығып, алып атын естіген таумен әдейі келіп алысып едім. 7 күн дегенде әрең жығып, желкесінен басып жатырмын» дейді. «Болса болар» дейді. Бүркіт те оған күле қарап: «Тобылғыға зорға ілініп қалған екенсің». «Әлбетте» дейді қаңбақ. «Одан басқа қолайлы жер болмаған соң, тобылғысынан ұстап жатқаным ғой». Сол кезде құйын соғып қаңбақты тағы да детектете жөнеледі. Бүркіт тұрып: «Ей, батыр, қайда барасың тауды тастап? Ол орнынан тұрып кетпей ме?» дейді. «Оқасы жоқ, бүркітім. Алдымда алысатын әлі де көп алыптар бар. Соларға жетуге асығып барамын» деуге ғана шамасы келеді қаңбақтың. Міне, қаңбақ құйынмен бірге осылай құлдырап ұшып кете барады, артында күліп бүркітпен тау қалады.